Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен фисташко торттың идеальный рецептісімен бөлісетін боламын. Және де малиновый конфитюрді қалай жасау керектігін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл бисквит менде бірденен бір жасағаннан шыққан бисквит, сондықтан қорықпай жасай беріңіздер. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаны және қантты салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жайлап жылдамдықты қоса отырып, бар жылдамдықтарында айналдырасыздар. Жұмыртқа өте әппақ болуы тиіс, сол кезге дейін араластыру керек. Осындай әппақ масса болуы тиіс, сол кезде бірақ тоқтатамыз. Міне дәл осындай болуы керек. Сүт және сұйық майды араластырып бірденен құйдым бетіне. Тағы да миксердің бар жылдамдығын қосып араластырып жібереміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Жүгері крахмалы және де ұн қопсытқышымызды осылай жақсылап үшеуін де араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқалы массамызға 2 бөліп салдым. Ұнды салып болғаннан кейін фисташкамыздың да жартысын саламыз. Мен де фисташковый мука пайдаландым. Егер де фисташкадан кішкене қатты майдаланбаған қолдануға да болады негізінде. Мүлдем бұл бисквитке краска қосылмайды, жасыл краска. Егер де фисташковый муканы пайдаланатын болсаңыздар, мүлдем бояғышты қосудан қажеті жоқ. Осылай лопатканың көмегімен дәл видеодағыдай араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін ұнның екінші бөлігін және де фисташковый муканың да екінші бөлігін салатын боламыз. Және де бір айтады кететін нәрсе, көп араластырып қажеті жоқ. Осылай асты үстін бетіне келтіріп араластырсаңыздар жеткілікті. Мен формаға осындай кольцо пайдаландым. Кольцоның диаметрін 20 см еттім. Осылай астынан фольга міндетті түрде болу керек, себебі кольцо қолданған кезде астынан бисквиттеріңіз кетіп қалады. Осы уақытта пештеріңізді 160 градуста қыздырып қойыңыздар. 160 градуста 40-45 минутта пісіп қалуы тиіс. Пештеріңіздің қызуына қарайсыздар. Бисквиттің беті қоңырқай болған кезде пісті деген сөз. Бисквит пісіп шықты, міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп көріңіздер. Менде видеода түспей қалыпты. Егер де шпажкаларыңыз өте құрғақ болып шықса, онда бисквиттеріңіз піскені. Мен бұл бисквитті негізі 4-ке бөліп беруге болады. Мен 3 бөлікке бөлдім. Егер де 4 бөлікке бөлсеңіздер, өте бір сочный болып шығады. Сондықтан 4 бөлікке бөле бергендеріңіз абзал. Осылай шет-шетінен бөліп шықтым. Бөлмес бұрын пісіп шыққаннан кейін суытып алып, суығаннан кейін сыртын пищевой пленкамен немесе салафанмен орап, 3 сағатқа кем дегенде немесе 8 сағатқа дейін холодильниктеріңізге қойып қойған дұрыс. Кескен кезде қатты крошкалар болмайды, өте әдемі болып кесіледі. Міне бисквиттің іші жап-жасыл, краскасыз, тек қана фисташковый мукамен. Осылай 3 бөлікке бөліп алдым теңдей. Кремді дайындамас бұрын малиновый конфитюрін жасап аламыз. Мен осылай замороженный, яғни мұздатқыштан, тоңазытқыштан шыққан малинаны езіп алдым. Арасындағы малинаның сүйектерін алу үшін осылай ситадан өткізіп алдым. Бетінен қасықпен басу керек. Осылай сүйегін ажыратып аламыз. Менде толықтай ажырап болды. Орташа отта бетіне 30 мл су құйып, осылай тоқтаусыз араластырып тұруымыз қажет. Бетіне қант немесе қант ұнтағын және де крахмалды 2 бөліп осылай саламыз. Тоқтаусыз араластыру қажет, себебі комок болып қалуы мүмкін, түйіршіктер болып. Сондықтан осылай бөліп тоқтаусыз араластыра отырып саламыз.
Әбден қайнағаннан кейін осындай болуы тиіс. Осылай сызған кезде бір-біріне әрең тиетіндей болады. Міне дәл осы видеодағыдай болған кезде астын өшіре беріңіздер. Және де суытып қоясыздар. Креміне 33 немесе 35% клейгей және де творожный сыр және де қант ұнтағы немесе қант. Осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап жақсылап крем болғанша араластырамыз. Міндетті түрде творожный сыр мен клейгей тоңазытқыштан шыққан болуы тиіс бір температурада. Және де крем жасайтын ыдыстарыңыз өте құрғақ болуы тиіс. Және де миксердің венчигінің өзі құрғақ болуы тиіс. Осылай жақсылап араластырамыз. Осы шыққан кремді 3 бөлікке бөліп аламыз. Менде арнайы кремге арналған қалташалар бар. Соларға 3 бөліп салдым. Сіздер ыңғайына қараңыздар. Тортты енді жинаймыз. Міндетті түрде жинамас бұрын бетін жақсылап 3 қабатты да немесе 4-ке бөлсеңіздер, 4 қабатты да жақсылап ылғалдандыру қажет. Кремді осылай жақсылап ортасынан бастап, жақсылап айналдыра отырып жағамыз. Шпательдің немесе линейканың көмегімен осылай, лопатканың көмегімен осылай тегістеп алу қажет. Ортасына малинадан жасалған конфитюрді құятын болғандықтан, осылай шет-шетіне бортик жасап шығамыз. Ортасына енді малинамызды құямыз. Тағы да жаңағыдай ортасынан бастап, бір келкі етіп осылай. Сұйық болмайды крахмал қосқаннан кейін. Екінші коржды осылай саламыз бетіне. Және де үстінен кішкене басу керек. Бұл корждың да бетіне дәл солай сиропты жақсылап жағып шығамыз барлық шетіне. Кремді дәл солай жаңағыдай қайтадан осылай жағып шығамыз айналдыра отырып. Бетін тегістеп осылай. Қалған конфитюрді мен ортасына ғана жақтым. Кесілген кезде, разрез жасаған кезде өте әдемі көрінеді. Егер де сіздер конфитюрдің көп болғанын қаласаңыздар, 400 грамм малина немесе басқа да жидектерден қосып істесеңіздер болады. Немесе 500 грамм. Үшінші қабатты бетіне қойып, тағы да дәл жаңағыдай қайталайсыздар. Бетіне сироп құюды мен ұмытып кетіппін. Сіздер міндетті түрде бетіне сиропты жағуды ұмытпаңыздар. Бетін жақсылап креммен тегістеймін. Және де мен сыртында бөлек тағы да обтяжкасын жасайтын боламын. Оған бөлек крем керек. Мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Осылай қалған кремді шет-шетіне және де бетіне ғана жағамын. Егер де сіздер тортқа обтяжка жасайтын болсаңыздар, торт міндетті түрде 6 сағат немесе 1 түн тоңазытқышта болған дұрыс. Егер де сіздер корждардан крошка жағатын болсаңыздар, осы кезде бірдеңе жаға беруге болады. Енді обтяжкаға арналған кремді жасайтын боламыз. Бізге бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май және де қант ұнтағы қажет. Екеуін жақсылап миксерлейміз ағарғанша. Осы майдың бетіне крем-чиз немесе творожный сырды саламыз. Міндетті түрде бұл да тоңазытқыштан шыққан болуы тиіс. Осылай крем болғанша жақсылап араластырамыз. Тез қоюланады,
сондықтан көп араластырып қажеті жоқ. Ішіндегі ауасын шығару үшін және де біркелкі болу үшін осылай лопаттың көмегімен жақсылап басыңқырап осылай араластыру қажет. Дайын болған кремге арналған қалташаға салып аламыз. Солай ыңғайлы. Егер де сіздер қалтаға шалға салмай бірден жасай берсеңіздер де болады. Тортты тоңазытқыштан алып шықтым. Енді барлық кремді осылай айналдыра отырып жағып шығамын. Егер де кез келген тортқа обтяжка жасайтын болсаңыздар, торттарыңыз алдын ала 8 сағат бұрын жиналып қойған болуы тиіс. Содан кейін барып қана обтяжка жасай аласыздар. Себебі бірденнен жиналған тортқа обтяжка жасайтын болсаңыздар, торттарыңыздың беті жарылып кетуі мүмкін. Бетін клубникамен әсемдедім. Мен бұл тортты үйге жолдасымның туған күніне жасап жатырмын. Сондықтан бетін корждардың ұнтақтарымен әсемдегім келмеді. Егер де сізде бюджетный болған қаласаңыздар, корждың бір қабатын тек қана осы бетін әсемдеуге қалдырып крошка жасасаңыздар болады. Торттың алдыңғы бетіне туған күніңізбен деген топерді осылай жабыстырдым. Егер де осы рецептпен жасасаңыз, комментарий қалдырып кетіңіз тортыңыздың қалай шыққаны туралы. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Егер де видео ұнаса, лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Өте әдемі болып шығады. Және де сіздер үшін каналымда өте көп рецепттер бар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.